Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Қадірменді мұсылман қауымы, бүгін өздеріңізбен бөлісетін уағыз насихатымыз дініміздің үш негізі, немесе дініміздің үш асылы деген тақырыпта болады. Қасиетті Алла Тағаладан келген ислам дініміз негізі ислам, иман және ихсан деген үш тақырыптан, үш негізден құралады. Бұндағы ислам және иман мәселесін жалпымыз білеміз. Бұл турасында қаншама жылдардан бері түрлі интернет желілерінде немесе ақпараттық жүйелерде немесе мешіттерімізде имамдарымыз, уағыздап, ұстаздарымыз осы турасында кітаптар жазып, ғылыми прессалар өткізу арқылы біздерге осы дінімізді уағыздап жатыр. Ал енді ихсан мәселесіне келетін болсақ, бұл дініміздегі иман және исламның негізгі өзегі болған, әрі жаны болған маңызды мәселе. Ихсан араб тілінде бір нәрсені кемелдігіне келтіріп отырып жасау, немесе бір істі өз жаратылысына жеткізіп отырып орындау дегенді білдіреді. Сондай-ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан жеткен хадисте, Муслимде рауаят етуінде, бір күні пайғамбарымыз мешітте отырған кезде Жебірейіл алейхиссалам келді дейді. Бұл хадис негізінде ислам дінінде Жебірейіл хадисі деп те аталған. Сондай-ақ бұл жалпы дінді үйрететін үлкен дін хадисі деп те аталған. Осы хадисте Жебірейіл алейхиссалам адам бейнесінде келіп, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның мешітте отырған сәтінде пайғамбарымызға келіп сәлем беріп, ол кісіменен тізесіне тигізу арқылы, екі қолын тізесінің үстіне осылай қою арқылы жүрелеп отырып, пайғамбарымыздан сұрақтар сұрайды. Сондағы бірінші сұрайтын сұрағы пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан ма хуа ислам, ислам деген не деп сұрайды. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ислам дегеніміз Алла Тағаланы және пайғамбарды бір деп куәлік айту. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан расулуллах. Сондай-ақ намаз тұрғызу, ораза ұстау, зекет беру және қажыға бару деп біздің жалпы дінімізді айтады. Бұл мұсылманның бес парызы, Әл-Мисақтан бері білеміз. Ал енді екінші сұрағында ма хуал иман деп, иман деген не деген тақырыпта сұрайды. Бұл жайында да пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам иман дегеніміз ғайыпқа сену, яғни Алла Тағалаға сену, бар екендігіне, бір екендігіне, пайғамбарларға сену, Алла Тағаладан келген елшілер екендігіне, сондай-ақ періштелерге сену, біздің жауапты болған және Алла Тағалаға тоқтаусыз құлшылық етіп жатқан періштелердің барлығына сену, сондай-ақ өлгеннен кейін қайта тірілуге сену және тағдырдағы жақсылық, жамандықтың бәрі Алла Тағаладан жазған жазмыш екендігіне сену сықылды шарттарын иманның түсіндіреді. Содан үшінші мәселеде Жебірейіл алейхиссалам пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламнан ма хуа ихсан деп, ихсан дегеніміз не деп сұрайды. Бұл жайында пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ихсан дегеніміз Алла Тағала мені көріп тұр деп құлшылық ету дейді. Сен Алла Тағаланы көрмесең де Алла Тағала сені көріп тұрады. Яғни Алла Тағаланың бізді қараңғы түнде қара тастың астындағы қара құмырсқаның қабырын білетін құдіретіменен біздің ашықта болсын, жасырын болсын, жердің үстінде немесе жердің астында болсын жасап атқан әрбір қимылымызды бағып қарап тұратындығын бұл жерде сезіну, бұл ихсан мәртебесі деп аталады. Содан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан Жебірейіл алейхиссалам қиямет қашан болады деген сұрақты қояды. Бұл мәселеге келгенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл сұрақты сұралып отырғанға қарағанда сұрап отырған жақсы біледі дейді. Яғни менен сен жақсы білесің қияметтің қашан болатындығын дейді. Содан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға онда сол қияметтің белгілерінен хабар бер дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қияметтің белгілері әрбір ана өзіне патша, өзін басқаратын басшы дүниеге әкеледі дейді. Сондай-ақ жалаңаяқ кедейлер, аспан мен жер тірескен зәулім биналар салады дейді. Осы хадиске негізделіп қарайтын болсақ, яғни дініміздің үш негізі, дініміздің үш асылы, дініміздің үш үлкен мәртебесі ол иман, ислам және ихсан. Біз бүгінгі күнде иман мен ихсанды біліп жатырмыз, бірақ ихсан мәселесінде біз негізінен оның қандай мәні бар екен, оның дәрежесінің қандай биік екендігін сезінбей жатырмыз. Жалпы исламның қамтитын көлемі кең болғанымен, бірақ ол
имансыз және ихсансыз жүзеге аспайды. Әрқандай бір иман, оның өзегін тірілтетін нәрсе ихсан, ал әрқандай бір исламдағы құлшылықтардың, жақсы амалдардың өзегін тірілтетін нәрсе ол ихсан. Мүмин адам Алла тағаланың өзін көріп отқан, сезіне отырып, әрбір іс жасағанда, мейлі құлшылық болсын, мейлі тіршілік дүниесіндегі амал әрекеттер болсын, Алла тағала мені қарап тұр, Алла тағала мені бақылап тұр, сондай-ақ екі иығымдағы періштелер де мені қарап тұр деген иманмен, ихсанменен құлшылық және тіршілік жасайтын болса, оның Алла тағаланың құзырындағы амалдары әлбетте кемелділікке жетеді. Шын мәнінде біз Алла тағаланың бізге үміт еткендей дәрежеде кемелділікке келтіріп отырып, біз тіршілікте құлшылықта жасай алмаспыз, бірақ біз сондай иманмен, ихсанмен жұмыс жасайтын болсақ, әлбетте біз болмасақ та оқсаппақ бір ғалымды көрсеңіз дегендей, біз шын мәнінде сондай кемел адам иесі бола алмасақ та, бірақ соған жетуге үмітімізді үзбеуіміз керек. Алла тағала қасиетті Құранда баян қылып айтады, Алла тағала барлық нәрсені кемелділікте жаратты дейді. Мысалы, адамның жаратылысы да өте кемел жаратылған, және бізге парыз етіліп берілген құлшылықтарымыз да өте кемел, 5 уақыт намаз, 30 күн ораза, садақа, зекет болсын, барлығы кемелділікте. Мысалға, әрбір істеп жатқан жұмысымызда егер Алла тағаланың қалауындай болатын болса, ол кемел. Енді біз осы кемел жаратылған нәрсені сондай өзінің жаратылыс кемелдігіне жеткізіп отырып қылу үшін бізге ихсан ілімі әлбетте керек. Ихсан ілімі бізге міндетті. Оны сондай ихсанмен жасау жақсылықты өзінің талап еткен дәрежесінде жасау болып табылады. Мысалға, біз Алла тағаланың алдында құлшылығымызды кемелділікке жасай алмауымыз мүмкін, бірақ адамдар алдындағы іс-әрекетімізді кемелділікке келтіріп жасайтын болсақ, біз адамдарды риза ете аламыз. Сол сықылды Алла тағаланың алдында құлшылығымызды да біз кемелділікке жеткізу мақсатта ниет ете отырып жұмыс жасайтын болсақ, әлбетте біз сол кемелділікке жетеміз. Ал ол үшін бізге не керек? Бізге иман және ислам деген осы екі үлкен асыл дініміздің екі үлкен мәртебесіне ихсан деген үшінші мәртебені кіргізу арқылы иманымызды және исламымызды жандандыруымыз керек. Алла тағала барлық нәрсені өзіне тән рухымен, жанымен жаратқан. Мысалға, біздің 5 парызымыздың да өзіне тән рухы бар, жаны бар. Намаздың да өзінің рухы бар, оразаның да өзінің рухы бар, қажылықтың да өзінің рухы бар, садақа, зекетіміздің де өзінің рухы бар. Дүнияуи тіршілігімізде жасап жатқан, өсіріп жатқан ұрпақтарымызды кемел адам етіп тәрбиелеу үшін де оған біз көркем мінезіне, ақылағына мән беруіміз керек. Осы көркем ақылаққа жету үшін рухани жан дүние азығыменен тән азығын тең алып жүруге міндеттіміз. Алла тағала бізді көріп тұр деген рухани сенімде бола отырып құлшылық жасайтын болсақ, біздің тіршілігіміз де, құлшылығымыз да өзінің мәніне, өзінің мақсатына, Алла тағаланың талап еткен дәрежесінде орындауға болады. Сондықтан да Абай атамыз айтқан ғой, ондай болмақ қайда деп айтпа ғылым сүйсеңіз дейді. Бізден бұрынғы өткен ғұлама ғалымдарымызға қарайтын болсақ, мысалға саңлақ сахабаларымыздың ішінде ашара мубаширин деп дәріптеліп келген, жәннатпен сүйіншіленген 10 сахаба тірі кезінде Алла тағаланың құзырында жәннатпен сүйіншіледі. Яғни оларға пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ақыреттегі орынның қай жер екенін айқындап берді. Олар осы дәрежеге немен жетті? Олар осы дәрежеге иманы мен исламына ихсан деген рухты беру арқылы, ихсан деген кемелділікке жету арқылы олар Алла тағала бізді көріп тұр деген деңгейде құлшылығы мен тіршілігін орындау арқылы жетті. Ал кешегі біздің бабаларымызға қарайтын болсақ та, олардың мысалға Қожа Ахмет Ясауи бабаларымыздың, басқа да пірлеріміздің жеткен мақамдарын қарайтын болсақ, яғни орындарын, мәртебесіне қарайтын болсақ, олар да осы ихсани әлемге, ихсани мәртебеге мән беру арқылы жетіп жатыр. Ал бүгінгі күндегі жалпы адамзат баласының азғындалуға, материалистік дүниеге мән беру арқылы рухани жан дүниені қайырып қоюына байланысты азғындап бара жатқан сәтте біз қоғамды кемелділікке келтіру үшін не істеуіміз керек? Әлбетте ихсани өмірге мән беруіміз керек. Ихсани өмірді жеке адам өзінен бастап ихсани әлемге бет түзейтін болса, оның отбасы кемелділікке келеді. Әрбір отбасы ихсани өмірге мән беру арқылы кемелдікке келетін болса, жалпы қоғам кемелділікке келеді. Әрбір қоғам ихсани дәрежеде кемелділікке келетін болса, онда бір мемлекет түзеледі. Мемлекет отбасынан, жеке тұлғадан құралатындығы себепті біз өзіміз жеке тұлғадан бастап мән бергенде осындай биік деңгейге жетеміз. Бір мысал айта кетуге тура келіп тұр. Осы жерде сіз көлдің ортасына қарай
тас лақтыратын болсаңыз, толқын ішіне қарай кетпейді, керісінше сыртына қарай кетеді ғой. Сол сықылды біз әрбір мемлекетті кемеліне келтіру үшін қоғамды оңшауымыз керек. Қоғамды оңшауымыз үшін біз жаңағы жеке отбасыларын кемелділікке келтіруіміз керек. Ал жеке отбасын кемелділікке келтіру үшін біз жеке тұлғаның ихсани дәрежесін тірілтуіміз керек. Бұл дініміздегі үш үлкен негіз, үш үлкен мәртебе. Әрқандай бір адамның діні кемелділікке жету үшін осы үш негізден айырылмау керек. Өйткені Алла тағала қасиетті Құранда кімде-кім нәпсісін тазарса, ол Алла тағаланың ол үшін сыйлаған мақамына, ол үшін сыйлаған жақсылығына, жеңісіне жетті дейді, құтылды дейді. Ал кімде-кім осы нәпсісін күйрететін болса, нәпсісін кірлететін болса, ол құрдымға кетті дейді. Яғни біздің дініміз, иман мен ислам кемелділікке келу үшін, ол Алла тағаланың ақыреттегі азабынан құтылу үшін ихсан деген мәртебеге жету керек. Сол сықылды біз рухани жан дүниемізді кемелділікке келтірсек, рухани жан дүниемізді тазалай білсек, рухани жан дүниемізге мән берсек, біздің иманымыз да, исламымыз да, яғни тіршілігімізде, құлшылығымыз да кемеліне келеді деп сенеміз. Сондықтан да қадірменді мұсылман қауым, Абай атамыз айтқандай, толық адам, кемел адам іліміне жету үшін, Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың диуанында жеткендей, толық адам іліміне, кемел адам іліміне жету үшін біз Алла тағаланың осы иман және ислам деген дініміздегі үш негізге ихсан деген мәртебені беру арқылы, соны кемелділікке жеткізу арқылы біз әрқандай жерде жақсылыққа жетеміз. Мысалға, Лұқман Хакимнің баласына айтқан өсиетіне қарайтын болсақ, ей балам дейді, сен жер бетінде кердеңдеп жүрме, жерді қатты теппе деп, сондай сен бір жамандық жасап қоятын болсаң, оны сен анау Сахарадағы ешкім көрмейтін жердегі қараңғы үңгірдің ішіне тастың астына бастырып қойсаң да, Алла тағала сені көріп тұрады дейді. Міне бұл біздің ихсани деңгейіміз. Лұқман Хаким баласына қалай өсиет айтқан болса, біз де ұрпақтарымызға, әрі өзімізге, бауырларымызға, достарымызға, жанашыр жақындарымызға, туысқандарымызға, елімізге, жерімізге, барша мұхмин мұсылманға осындай ихсан мәртебесін көтеру жайындағы уағыз насихаттарымызды жеткізу арқылы сол кемелділікке жете аламыз. Алла тағала баршаларыңызды кемел адам болуды нәсіп етсін. Ол ақыр дағуатына ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.